Сәлеметсіздер ма? Бүгін мен сіздермен Atomy компаниясынан тіс щеткасымен тіс пастасымен таныстырғым келіп отыр. Мына щетка менің бұрынғым әлі сол қалпы жаздалған. Енді қайтадан басынан басқасын заказ бердім. Көрсетейін. Ішінде бұның 8 болып келеді. Осындай түстері бар. Екі деңгейлі басында осындай міне алтын ионды түтікшесі бар. Осындай щетина дейді ғой, міне осындай. Неше түрлі түстер бар. Көгі бар, осындай қызғылт түсі бар, сосын сарысы бар. Бұл туралы қысқарақ айтып жіберсем, өте ауыртқызбайды аузыңызды. Сезімтал тістеріңіз болса, соған жақсы. Мен бұрынғы немді балаларымдікімен салыстырайын, қараңыз. Магазиндікі міне кәдімгі. Жақында ғана алып бергем. Бұрынғы міне. Бұның антибактериальный несі бар. Жуғанда 88% бактерияны кетіреді. Сосын жаңа шек таяқшаларында кетіреді екен. Ешқандай зақым келтірмейді. Емальға да, сүйектеріңізге де кетірмейді. Өте әдемі, ұстауға да ыңғайлы, жолға да ыңғайлы. Ешқандай артық несі жоқ. Жарақаттайтын. Бұның материалы полубутаненный терафталат. Жаңа суды бүйтіп сындырып алмайды өзіне. Сосын кейін зубный паста прополис пен көк шай құрамында. Бұл кішкентай түрі, сумкаңызға салып, жолда алып кетуге де болады. Бұл да табиғи, жасыл несі бар. Бұның үлкен түрі де бар. Үлкен бітіп барады. Мына кішкентай түрінде ішінде 4 болып келеді, үлкенінде 5 болып келеді. Бүкіл отбасыңызға, туысқандарыңызға жетеді. Бұны қолданған кезде де азақ қана қолданасыздар. Көп қып, былайнан жағып, былай керек емес. Басына бүйтіп жағып, ссаңыз аузыңызды, осының өзі көпіріп кетеді. Өте тиімді, экономный дейді ғой, сондай. Бұның прополис бар дедім. Көк шай. Бұлар тісті ағартады. Өзім көріп жатырмын, жаздан бері көріп жатырмын. Десныйды, тіс сүйектерін қатайтады. Жаңа бұлар освежающий дейді ғой, сондай дем береді. Жаңа тастарды, қақтарды бәрін кетіреді. Тістінде тастарын кетіреді. Бұнда тек қана табиғи ингредиенттер ішінде. Сосын антибактериальный заттар да өте көп. Бұны ешқандай несі жоқ. Адамға зияны жоқ, балаларға да қолдана беруге болады, үлкен кісілерге де қолдана беруге болады. Сосын ауыздағы жарақат, жара дегендерді, тіс еттерінің ауруларында жазады бұл. Жаңа лимонның дәмі кеп тұрады, цитрусовый лимон кеп тұрады, күшті болып, ұзақ уақыт. Бұны 3 уақытта ссаңызда ештеңе болмайды, ешқандай
эко товар дейді ғой, міне сондай бұл. Сау болыңыздар.